Сен әлі шаласың ей. Сен әлі баласың, ақмақсың. Сен барып тұрған мақұлықсың. Айтыңыздаршы, мына сөздерге кім шыдайды? Кім? Әрине, саентологтар. Сіз 10 минут бойы міз бақпай, мына бір былапқы сөздерді тыңдауыңыз керек, мұқият болуыңыз керек. Сосын келесі 10 минутта ол кісіге сол сөздерді 10 еселеп қайтарсаңыз болады. Енді ол міз бақпауы керек. Бұл психотренинг пе? Жоқ, бұл адамды қолдан жынды қылу. Сюжеттің жарысын өзім айтып жіберген сияқтымын, журналистке де сөз қалсын. Сырты бүтін, іші түтін. Алматы саентологтар бақытқа апарар жол деп ұрандатып шаһар ортасында жұртты жіпсіз байлап жүр. Бұл ұйымның жұмысына заңды түрде тыйым салынған. Соған қарамастан шіркеу тонын теріс айналдырып, бүркеншек атпен қызмет етуде. Әділет департаменті сотқа арызданып, мәжбүрді түрде олардың жұмыстарын тоқтату туралы арызданған. Куда едете? Саентологтар сот шешімін пысқырмай отыр. Жаңа ғимарат әуес ауданында адам көзінен таса жерден жалдапты. Бұндағылар қоғамдық қорымыз деп ақталғанмен сөзбен іс мүлде қабыспайды. Ғимарат ішінде саентология шіркеуінің негізін қалаған фантаст Рон Хаббард оқулықтары толып тұр. Вы просто объясните, Да. какая организация? Нет, что это такое? Что за книги Рона Хаббарда? Саентологтардың сойылын жофтис бастаған заңгерлер соғып отыр. Осылайша сенушілерін сүзікше сорғандар сол қаржымен түрлі халықаралық ұйымдарда қаржыландырып отыр. Сот процесі кезінде саентологтардың қылмысын жіліктеп берген белгілі дінтанушы Елена Бурова бас прокуратурадан бақытқа апарар жол қоғамдық қорының жұмысын сүзгіден жіті өткізуді сұрайды. Әйтпесе төрімізді көздегендер төбемізді оят дейді. Мына бейне көрініс саентологтардың жиыннан үзінді. Топ болып трансқа түскендер түгел шешініп тастаған. Алдымен жер тепкілеп белейді, артынша дауыстап жылайды. Адам бойында үрей үйретін құды бір жындыхана. Бұл медициналық тренингтер арнайы лицензия алу қажеттілігі болған. Алайда аталған директор және оның әріптестері аталған тренингтерге қандай да бір лицензия алмаған. Медеу аудандық сотының үкімімен Азамат Искакова, яғни кінәлі деп табылып, 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болады. Саентологтардың бұндай жиыны бизнес-тренинг деп аталады. Тек сұрыптаудан өткен қалтасы қалың қолында құзыры барлар ғана қатыса алады. Ескертетін жайт трансқа түскендердің бірі ауыл әкімі. Саентологияның жалпы негізгі атасы деп айтсақ болады Америка Құрама Штаттары. Біздің білуімізше Америка Құрама Штаттары осы тек бүкіл әлемде, сонымен қатар мысалы орталық Азия мемлекеттеріндегі адам құқығына өте көп көңіл бөледі. Неліктен? Өйткені орталық Азия мұнайға өте бай. Менің өзім тапқан балаларым, мен любоймен таласқым келіп тұр. Екеуі де қатты батады маған. Қалай ол менің біреу ақ, біреу қара деген жоқ мен үшін. Көз жасы құрғамаған Гүлшахар Жақыпованың саентология шіркеуімен арпалысқанына 8 жылдан асты. Қауіпті будан қатарларына алдымен жолдасын тартып алған. Іле-шала Гүлшахардың 13 жасар қызы да саентологтар сапынан табылды. Отбасын ойрандаған отағасы тіпті пәтерге деп жинаған $8,000 да шіркеуге санап берді дейді жақындарынан тіріде айырылған Гүлшахар. Қанша не болса да енді қыздың ақылға кіргенін тілеймін болды. Саентологияны полностью жауып, вообще бұл неге ендірмеңіздер енді деп ойлаймын. Осы қайтадан ашылып, тағда шаруа жасамасын деп ойлаймын. Бұл ұйым шіркеуге келгендерді тыйым салынған эмметр құрал арқылы тексеріп психотропты препараттарды қолданған. Вот это что здесь? Это Все, вышли отсюда. И нас удивляет позиция государственных органов. Бұлардың ойы тек билік пен ақша.
Біздің мемлекетіміздің тұтастығын іштен іріткен арбаушы күш. Сондықтан құзырлы мекемелер бақылауды күшейтсе екен. Студиямызда тағы да қонақ. Қайрат Лама Шариф басқаратын дін істер агенттігінің өкілі Әсел Күзембаева, қарсы алыңыздар. Танысай қой, Голливудтық стильдегі кинор алып. Ал, қош кепсіз. Сұрақ қойын ба, әлде өзіңіз айта бересіз ба? Өзім жауап бере берейін. Енді біз бүгінгі таңда жаңа қайта тіркеу қорытындысы негізінде жаңа осы саентология шіркеуі деп берді ғой, екі діни бірлестігінің құрылтай құжаттарының негізінде жүргізілген, сол құрылтай құжаттарына жүргізілген дінтану сараптамасының негізінде біз бұл екі діни бірлестікті бүгінгі таңда жаптық. Жаптыңыздар. Алматыдағы саентология шіркеуі бақытқа апарар жол деген қоғамдық бірлестік құрған болатын. Сіздер жаптыңыздар, бірақ олар өзге де тағы да жол тауып отыр. Осыған не дейсіздер? Енді біз діни бірлестік ретінде оларды жаптық, бірақ енді қоғамдық бірлестік ретінде арман қарай қызметтерін ашуға олар құқылы. Бірақ қоғамдық бірлестік ретінде біз оларға сараптама жүргізе алмаймыз. Мынау, сіздер саентологияға байланысты заңсыздықтарды байқап жапқан кезде атақты танымал қорғаушылар Жов, Тис болсын, Фокиналардың өздері саентологтарға кеңес беріпті, яғни лоббишілері өте мықты деген сөз. Бұл негізі саентологияға қарапайым адамдардың қатарынан емес, көбіне қалталы азаматтардың қатарынан көптеп тартылады, көптеп тартылғанда олар көптеп тартады. 200 сұрақтан құралған Оксфорд тестісі бар. Осы тестті жазылған, осы тестілеуге өтуге шақырылған жаңа парақшалар болады. Осы парақшаны олар көшеде таратады, болмаса адамдардың жаңа пошта жәшігіне салып кетеді. Бұған қызығушылық танытқан адам әрине онда көрсетілген мекен-жай бойынша сол жерге барып, жаңағы өзінің қандай да бір интеллектуалды қабілеттерін, болмаса қандай да бір кемшіліктерін, артықшылықтарын білгісі келеді. Олардың бастапқы бірінші курстары $50 және былай қарай бірте қалдан шығарта бастайды. Сіз дінтанушысыз, негіз мамандығыңыз. Айтыңызшы, шын мәнінде саентология бақытқа апаратын жол ма? Әрине жоқ, ол бақытқа апаратын жол емес, ол саентология жалпы діни ағымда емес, ол дін емес, ол бизнес деп ашық айтуға болады. Тіпті саентологияда жаңағы пайғамбар, Құдай деген ешқандай түсінік жоқ. Тіпті былайша қарағанда, мысалы үшін дінтанушылар қауымдастығында жалпы дінтану ғылымында қабылданған, белгіленген классикалық дәстүрлі діндерден, мысалы үшін немесе діни ағымдарға тән өздерінің сипаттары болады. Мысалы үшін ортақ культі, діни сенімі, мысалы үшін өнегелік принциптері, қағидаттары болу керек. Бұндай сипаттамалардың ешбірін жаңағы саентология ағымынан байқауға болмайды. Сондықтан ол таза коммерцияға құрылған ағым деп ашық айтуға болады. Сұрақтарға жауап берген Қайрат Лама Шариф мырза басқаратын дін істер агенттігінің өкілі Әсел Күзембаева.